сәлеметсіздер ме? Мен мұжықсу негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушы Үміт Жәнекемін. Бүгін мен сіздерге эко-сөмкенің жасалу жолдарын көрсетемін. Жалпы эко-сөмке дегеніміз бұл экологияға пайдасы бар және де ешқандай зиянсыз эко-сөмкелер болып табылады. Яғни ол бізде қазіргі таңда пластик сөмкелердің орнын ауыстыра алады. Эко-сөмкенің жасалу жолы. Эко-сөмкені жасау үшін біз бірінші қалдық материалдарды пайдаланамыз. Яғни олар бізде мысалы бұл эко-сөмкенің жасалу жолы бізде шикізатты таңдау, өңдеу, дизайн кезеңдерінен тұрады. Эко-сөмке көбінесе қайта өңделген материалдардан жасалады. Екінші кезең өңдеу. Шикізатты арнайы өңдеу арқылы біз оның беріктігі мен ұзақ мерзімділігін арттырамыз және оны тұтынушыға жағдайына сай дайындап береміз. Дизайн. Сөмке жай ғана функционалдық емес, сонымен қатар стильді де болуы шарт. Эко-сөмке. Яғни бұл бізде қалдық заттарға екінші өмір сыйлау болып табылады. Мұның пайдасы өте көп. Яғни қалдық заттарға біз екінші өмір сыйлай отырып, қалдық заттарды азайтамыз. Оның жасалу жолы бірнеше кезеңдерден тұрады. Яғни бірінші біз қалдық заттарды жинау, іріктеу, сұрыптау және де өңдеу арқылы біз оған екінші өмір сыйлаймыз. Және пайдасы өте көп. Біріншіден ол адам өміріне пайдалы, екіншіден табиғатқа пайдалы, үшіншіден адамның ой өрісін, сана сезімін өзгертеді. Яғни қалдық заттарды біз қазір күнде пайдалануымыз керек және де қалдық заттарды пайдалану арқылы адамның мәдениетінің, ой өрісінің өзгеруіне себеп бола аламыз. Қорытындылай келе, қалдық заттарды пайдалану бұл бізде жай ғана пайдалану емес, оған екінші өмір сыйлау болып табылады.